Бізді ақыл парасаты мен тапқырлығы мен аңызға айналған жиренше шешен туралы әңгімемізді баяндайтын боламыз. Бізге қолдау білдіріп, арнамызға тіркеліп қойыңыз. Арнамызда апта сайын ғибратқа толы жаңа әңгімелер шығып тұратынын есіңізге саламыз. Ендеше әңгімемізді бастайық. Жиренше шешен жолаушы болып келе жатып, бір ауылдың тұсына келсе, ауылмен екі арада өзен суы тұрған соң, өткелін біле алмай тұрғанда, судың ар жағына су алуға шелекпен бір қыз келеді. Жиренше дауыстап қыздан сұрайды: "Бұл өзеннің өткелі қайда?" Қыз айтады: "Анау жақта бір өткел бар, алыс да болса жақын. Берірек бір өткел бар, жақын да болса алыс." Мұның не сөз екенін аңғармай, жиренше жақын деген өткелге барып еді, судың орта жеріне барғанда, аты омбылап, жығылып, үсті-басы былғанып, азар-мазар қайтып шықты. Сонан соң алыс та болса жақын деген өткелге барып, оп-оңай ар жақтағы қыздың үйіне келді. Үйіне кіріп отырған соң, жиренше қызға қарап: "Қарным ашып алыстан келемін, тамағыңның тәттісін бер" деді. Қыз айтты: "Бір тамақ бар ащы да болса тәтті, бір тамақ бар тұщы да болса ащы." Жиренше: "Ащы болса да тәтті деген тамағыңды келтір" деді. Қыз тұрып, шанаштан бір уыс тұз алып, ыдысқа салып, жиреншенің алдына қойды. Жиренше мұны көріп: "Құр тұзды қалай жеймін" деді. Сонда қыз үндемей, тұзы жоқ көже құйып берді. Жиренше өзі де данышпан ақылды кісі, ойланып отырып, бұл сөздердің мәнісін түсінді де, үй иесінің берген мәзірін күтпей, "Тәтті тамағыңды бер" деп сұрағанына ұялды. Сол істерінен жиренше қыздың есті қыз екенін аңғарып, ақырында өзіне әйелдікке айттырып алды. Қыздың аты Қарашаш сұлу, жұртқа белгілі көркем, данышпан болған соң, заманындағы хан күндеп жиреншемен қас болды. Бір күні ханның көңілі шапқан соң, аспазшылары алдына бір қаз пісіріп алып келіпті. Жиренше қасында отыр екен. Хан оған былай деп бұйырды: "Бұл қазды өзіме, ханымға, екі балама және өзіңе, біріне артық бірімізге кем жібермей бөліп бер. Егер біреумізге бір мысқал артық кем болса, өзіңді қатты жазаландырамын" депті. Жиренше қолына пышақ алып, әуелі қаздың басын кесіп ханға берді. "Тақсыр, сіз біздің басшымызсыз, міне сізге бас" деді. Екінші: "Хан ханымсыз болмас, ханым хансыз болмас, құс мұрынсыз болмас. Олай болса, ханым сіздің мойныңыз" деп, оған қаздың кеңірдегін кесіп алдына қойды. "Мынау екі балаңыз, сіздің екі қанатыңыз, оларға міне қанат" деп, қаздың екі қанатын кесіп қойды. "Мен өзім тақсыр, бас та емес, аяқ та емес, орташа ғана адаммын. Мынау құстың орта денесі маған лайық" деп, қаздың қалған денесін өз алдына қойды. Біраз күн өткен соң, хан далаға шығып жүріп, домалап бара жатқан бір қаңбақты көріп, жиреншеге бұйырды: "Барып қаңбақтың көшу қонуының қайда болатынын сұрап кел. Жауабын дұрыс келтірмесең, жасауылдарға ұрдыруға бұйырамын" депті. Жиренше атын борбайға салып жіберіп, шауып кетті де, қаңбақты қуып жетіп, найзасымен шаншып, тоқтатып, біраз тұрды да, қайта ханға келіп былай деді: "Тақсыр, қаңбақтан бұйырғаныңызша сұрадым." Қаңбақ айтты: "Сұрата жіберген хан тентек пе, сұрай келген сен тентек пе? Көшерімді жел біледі, қонарымды сай біледі" деді. Осылайша әуре етіп жүре-жүре, хан жиреншенің ешбір тұзаққа түспегеніне өшігіп, енді лайығын тапса тіпті өлтіріп әйелін алуға ойланды. Бұл ыңғайын таныған соң, жиренше қайғыда болып жүргенде бір күні Қарашаш сұлу күйеуінен сұрады: "Неге қамығасыз?" Жиренше бар жайды баяндады. Сонда Қарашаш сұлу: "Қайғырмаңыз, бұған бір ақыл табылар. 2 күннен соң хан мен билерді үйге қонаққа шақырыңыз" деді. Әйелінің әлгі айтқан сөзін естіп, жиренше былай деді: "Хан қараны шақырып, қай жерге отырғызамыз, немен сыйлаймыз?"
Оның ақылын маған қоя беріңіз. 2 күн өткен соң жиренше ханды жан-жаранымен қонаққа шақырды. Хан да, жасауылдары да, жиренше бізді немен сыйлар екен, көрейік деп келіпті. Сыйғаны үйге кіріп, сыймағанына далада киіз жайып, тегіс отырып болған соң, Қарашаш сұлу өзі тұрып ханның алдына бір ыдысқа салған аз ғана сүт қаймақты әкелді. Оның ақылын маған қоя беріңіз. 2 күн өткен соң жиренше ханды жан-жаранымен қонаққа шақырды. Хан да, жасауылдары да, жиренше бізді немен сыйлар екен, көрейік деп келіпті. Сыйғаны үйге кіріп, сыймағанына далада киіз жайып, тегіс отырып болған соң, Қарашаш сұлу ханның алдына бір ыдысқа салынған аз ғана сүт қаймақты әкелді. Хан шынашағымен ғана қаймақтан аузына салып еді. Бұл қаймақ ханның өмірінде жеп көрмеген артықша бір дәм беріп тойып та қалды. Ханнан қалғанын қасындағыларына беріп, үй ішіндегі жан біткеннің бәрі де не тамақ екен деп аз-аздан алып дәмін татты. Аттанар уақытта хан Қарашаш сұлудан сұрады. Бұл берген тамағыңыз не тамақ? Біз көрмеген бір тәтті дәм екен. Үйретсеңіз аспазшыларыма бұйырайын. Сонда Қарашаш былай деді. Тақсыр, сіз білесіз біздің жарлы екенімізді. Ерім сізді жақсыларыңызбен қонақ етуге ниет еткен соң, не тамақпен сыйласам болар деп уайымға қалдым. Ақырында ойланып, дүниедегі тамақтың асылы ананың сүті болса керек. Сол үшін өз сүтімді сауып, осы қаймақты істедім деді. Хан санын бір соғып шыға жөнелді. Омырауының сүтін ішкен әйелдің шеше есебіне кіретіні, оны әйелдікке алуға болмайтындығы ол заманда барлығына белгілі еді. Бұл жағдайдан кейін бірнеше күн өткен соң, хан жиреншені шақырып алып, қиянат істерімді кешір деп өтініп, көп мал сыйлапты. Бүгінгі әңгімеміз сіздерге пайдалы болды деп сенеміз. Жиренше шешен туралы әңгімеміз сіздерге ұнаған болса, жақындарыңызбен бөлісе отырыңыз. Келесі видеода жүздескенше.